Бұл оқиға 13 қазан 1995 жылы басталды. Бұл күні таң ертең ауруханаға ақсаған, қансыраған, әлсіз, жас қыз кіріп келді. Басынан қан тоқтамаған қызды дәрігерлер көмектесуге жөнелді. Ол есінен талып құлап қала берді. Есін жиған кезде, менің құрбымды құтқарыңыз, оның аты Таня Смит деп айтып, қайталай берді. Емханаға келген полиция қызбен сөйлесе алмады, өйткені қыз басынан көп жарақат алған. Дәрігерлер тез арада отау жасау керектігін айтты. Отаудан кейін де қызбен сөйлесе алмады. Қыздың денсаулығы өте қауіпті. Сол күні екі балықшы балық аулап жатып, суда адам мәйітін көріп, шұғыл түрде полицияға хабарласады. Полиция сол жерге келіп, мәйітті экспертизаға алып кетеді. Экспертизаның анықтамасы бойынша бұл мәйіт Таня Смит екендігін айтты. Полиция мәйітті тапқан жерде, қыздың киімдерін қаншер ағаштарға іліп кеткен айтты. Полицияның пікірі бойынша қаншер қыздың